Сәлеметсіздер ме? Менің атым Асхат, жасым 38-де, бірақ өзімді 25 жастағыдай сезінем. Қазіргі таңда Алматыда тұрамын. Отбасылымын, сүйікті жарым және 3 балам бар. Негізгі жұмысым өмір сақтандыру компаниясында сату бөлімінде қызмет ету. Сонымен қатар инвестицияға қызығушылық танытып, құнды қағаздарды сатып алумен және сатумен айналысам. Менің балалық шағым ауылда өтті. 90-шы жылдардың баласы болғандықтан көп уақыт далада ойнаумен және жер үйде тұрғандықтан үй шаруасына көмектесумен уақыт өтті. Сол кездің өзінде менің бір хоббиім болды. Ол мал өсіру. Малды кішкентай кезінен бағып өсіріп, оны саттым, немесе етке өткіздім. Сол мені еңбекқорлық пен жауапкершілікке ерте жастан үйретті. Мен белсенді өмір салтын ұнатамын. Спортпен айналысамын, жүгіремін, фитнесқа қатысамын және тауға барғанды жақсы көремін. Менің бір арманым бар. Ол қаржылық және географиялық қобалжып тұрмын. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Сол географиялық және қаржылық не болмасын? Жоқ. Жарайды, сөзімді ұмытып қалдым, кешірім сұраймын. Сіздердің барлықтарыңызға армандарыңыздың орындалуына және мақсаттарыңыз жетуіне тілеймін. Рахмет.